Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сметаник дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Егер сіздердің сметаниктеріңіз дұрыс шықпаса, дәл осы рецептпен пісірсеңіздер, ішінің барлығы пісіп, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен табамызға құрғақ ингредиенттерімізді сабаламыз. Ұн, какао, разрыхитель үшеуін салып, бөлме температурасындағы майымызды салып, крошка болғанша жақсылап араластырамыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын, сол жерден қарасаңыздар болады. Осылай шықты. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Шекерімізді салып, қамыр илейтін боламыз. Какао самай жасасаңыздар да болады. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видео шыққан кезде сізге бірінші болып көрініп тұруы үшін. Қамырымызды илеп алғаннан кейін 10 минуттай холодильникке салып қоямыз. Одан кейін салмамызды дайындайтын боламыз. Ең бірінші құмшекер, жұмыртқамызды сабаламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы рецептпен істесеңіздер, сметаниктеріңіз жақсы шығады. Барлығын араластырып болғаннан кейін қаймағымызды салатын боламыз. Қаймағымызды сап болғаннан кейін 2 ас қасық кукурузный крахмал салатын боламыз. Картофельный крахмал болмайды, кукурузный крахмал салу міндетті. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін холодильниктегі қамырымызды алып, осылай төсеп шығамыз барлығын жайып. Одан кейін үстінен вилкамен тесіп шығатын боламыз. Салмамызды салып, 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пештеріңізге қарайсыздар, тез қызса жарты сағатта ала беріңіздер. Беті сәл сарғайғанша қоясыздар. Сметаник пісіп болғаннан кейін пешімізді өшіріп, ішінде қалдырамыз. Беті жұмсақ болса уайымдамаңыздар, өз суығаннан кейін қатып қалады. Осылай дайын болды сметаник. Кесіп ұсына берсеңіздер болады. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.